Биыл тәуелсіздігімізге 25 жыл. Бұл отанымыз үшін басты да құнды мереке. Осынау қуанышты мерейтоймен қатар, азаттық үшін алқынған халқымыздың патша үкіметіне қарсы күмп еткен көтерілісіне 100 жыл, кеше ғана желімен жауратып өткен желтоқсан оқиғасына 30 жыл толып отыр. Осынау оқиғалардың барлығы бейбітшіліктің бейнетін бейнелейді. Бүгінде отанымыз күн сайын өсіп өркендеуде. Осынау 25 жылдың ішінде, ширек ғасырдың ішінде қандай жетістікке жеттік, не тындырдық? Биылғы жыл мәңгілік ел болу жолындағы еңсерген елеулі еңбектерімізге есеп берер жыл десек қателеспейміз. Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен асқан артық қасиетті ұғым жоқ. Бүгінде отанымыз әлемге алып, бәсекеге қабілетті, саяси дербес, демократиялық мемлекет ретінде танылып отыр. Дайым осы биіктен көріне беруге жазсын.